Сәлем достар, қалайсыңдар? Мен бүгін осындай көйлек киіп қайда шықтым? Бұйырса ауылымызда жаңадан мектеп ашылып жатыр ауылымызда. Соған ашылуына бара жатырмыз. Мынау біздің ауыл, көк аспан. Мынау менің жұмысым. Кішігірім блогер болып кеткен. Осылайша құрдас келіншегіміз екеуміз жолға шықтық. Балаларымыз таңертең автобуспен мектепке жол тартты. Мінекей көрші Қосбұлақ екі ауылынан жаңа мектебіміз осы. Мектепке жақындап қалдық. Көп адам, оқушылар, ата-аналар жиналған екен. Барлығын жинапты. Оқушылардың оң жақта бастауыш сыныптары, сол жақта үлкен сыныптар жиналып тұр. Енді ашылуы басталады. Бұлар білім бөлімінің адамдары өзара суретке түсіп жатыр. Ал енді ашылуын тамашалайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгінгі күн баршамыздың жадымызда, мектеп тарихында мәңгі қалатыны сөзсіз. Қазақстан Республикасы президентінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауында келешек мектептері дизайн, хореография кабинеттері және спорт алаңы, 125 орындық акт залы, 2 спорт зал, соңғы үлгімен жасақталған 600 орындықты жаңа мектеп пайдалануға берілгелі тұр. Одан кейін Таңшолпан би ансамблінің әдемі де сұлу қыздары би биледі. Билері өте тамаша, керемет екен. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар және қадірлі қонақтар. Біз бүгін 5-ші күні, жұма күні қабыл болсын дейміз ғой. Сол қабыл болып жатқан шығар енді. Бүгін тарихи сәтке куә болып тұрмыз. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың еліміздегі тапсырмасына сәйкес келешек мектептер жобасы, ұлттық жобасы арқасында бүгін міне Шеткі ауылында Қосбұлақ екі шағын ауданында 600 орындықты заманауи білім ордасы жұмысын бастағалы тұр. Бізді еске алатын болсақ, өткеннен тағылым, ілгерден үмітін үзбегендер алға басалады деп Әбіш Кекілбаев айтқандай, мен де алғашқы мектепке барған адам, сол кезде жалаң аяқ, едені жоқ, 4 бөлмелі мектепте болғанымды есіме алып отырмын. Ал бүгін мінекей ауданымыздың орталығында ашылған жаңа мектептің алдына келіп, сіздерменен кездесу сәті болып отыр. Берері көп, мұның барлығын еліміздің президенті алғашқы осындай мектептерді ашу арқылы жастарымыздың ертеңгі болашағына, әлемнің қай мемлекетіне барып оқиым десе де, жұмыс жасайым десе де мүмкіндік беретіндей жаңа мектепті ашып отыр. Бұл мектеп білімді болыңдар, тәрбиелі болыңдар. Киелі Маңғыстау деп, Маңғыстау қазір
бүкіл түркі әлемінің мәдени астанасы болып отқан сәтте бізге қойылатын міндеттер де барлығы да бүкіл түркі әлеміне үлгі болатындай дәрежеде. Сондықтан тәлім менен тәрбиенің барлығы бала көргенін жасайды. Ата-аналар, мінекей сіздердің басты міндеттеріңіз. Бұл мектепте қызмет жасайтын оқушы, мұғалім, ұстаздардың барлығы да жасыратын жоқ, белгілі дәрежеде өз саласы бойынша келешек мектептің бағдарламасына лайық сұрақтардан өтіп, білім алып, білім деңгейін ең жоғарғы дәрежеге көтереді дейтін сенімдеміз. Одан кейін мектебіміздің кілті директорге табысталды. Олай болса, мектептің салтанатты түрде ашылу рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, ортаға Маңғыстау ауданының әкімі Ниязов Ғалымжан Мұхырұлы мен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әнес Сегізбай Әнесұлын шақырамыз. Асыға жеткен мектебіміздің ашылу рәсімі өз мәресіне жетті. Жаңа білім ордасы оқушыларымыздың жетістігіне толы болсын. Баршаларыңызды жаңа мектептің ішімен танысуға шақырамыз. Одан соң жаңа мектептің ішіне кіріп тамашаладық. Қандай қай жерде? Асия қайда? Асия мана жүреді ғой. Алиханның баласы. Шынарау ятыр, шынарау. Мәтірліп қалайсың? Нихар. Иә. Мынау сенің кабинетің ба? Күшті. Даналық мектебі дейді. Қарамысың ба? Біздің балдар мына ма? Бірінші класс. Көріне ме? Ата біздің. Қайда ол? Қасқа мен балама жатса? Классына барам. Амансыңдар ма? Не алдысың? Бірінші класстағы Абдрахманымның классына кірсем, класс жетекшісі сенің балаң жоқ дейді. Қайда десем, класстың барлық баласы бар, менің ғана балам жоқ. Содан астынан іздеп тауып, адасып кетіп жылап жүр екен. Енді бірінші күні қарадым. Ал мынаумен класстасым. Одан кейін Әсияның, Жаңылханның класстарына кіріп шықтым. Барлығы да енді бір-бірімен танысып, бір-бірінің қасында отыр екен. Мынау менің бала, мана жылап, мені іздеп, есіктің алдында жүр екен. Мен жаңа басқа апаларының классына кетсем,
Бұл жылап жүр екен. Мектеп директоры да мәз болып өзінің әңгімелерін айтып жатыр. Бұрынғы оқып кеткен балдарым мені көріп мәз болып қуанады деп айтып жатыр. Одан кейін осы екі қоңыр қазды, ағайынды қоңыр қаз, осыларды суретке түсірдім. Барлығы осы жерде бір-бірімен танысып, суретке түсіп, енді үйімізге тарадық. Бұйырса, ертеңнен бастап сабақ деп айтты. Осылай.